Луиза Хей, америкалық жазушы, психолог, өз-өзіне көмектесу қозғалысының негізін салушы. Жазушы Америкада The Hay Publishing баспаханасы мен Hay House Radio радиосын ашқан. Оның кітаптары өз оқырмандарын жігерлендіріп, арманды мақсатқа айналдыруға көмектесті. Луиза Хей 1926 жылы 8 қазанда Лос-Анджелес қаласында дүниеге келген. Луиза Хей жұмысының негізгі идеясы мынада. Бұл біздің эмоционалдық проблемалар мен физикалық ауруларды тудыратын біздің деструктивті нанымдарымыз. Бейнелерді шектейтін және тәжірибесіз жағымсыз эмоциялар, бірақ белгілі бір құралдардың көмегімен біз ойлауды өзгерте аламыз және денемізді емдей аламыз. Ресми ғылым бұл тәсілді емдеудің дәлелденген әдісі ретінде мойындамайды. Луиза Хейдің «Сіз өз өміріңізді емдей аласыз» кітабы 1984 жылы жарық көрді. ақш-та 110 рет қайта басып шығарылды. 30 тілге аударылды және 33 елде басылды. 2014 жылғы мәліметтер бойынша жалпы таралымы 5 миллион дана болды. 2017 жылдың 30 тамызында Луиза Хей 91 жасында үйінде табиғи себептерден ұйықтап жатып қайтыс болды. Өзін-өзі сынау сіздің мақсатыңызға ешқашан жете алмайтыныңызды білдіреді. Барлық аурулар кешіруді қаламаудан туындайды. Өткеннен құтылу үшін біз кешіруді қалауымыз керек. Қандай мәселе болмасын, мұның себебі сіздің ойлау стереотипіңізде жатыр, және кез келген стереотипті өзгертуге болады. Басқаларды өзгертудің жалғыз жолы алдымен өзіңді өзгерту, мінез-құлық үлгісін түзет, сонда айналаңдағы адамдардың жақсы жаққа қалай өзгеретінін байқайсың. Реніш, айыптау және кінәні сезіну біз үшін ең зиянды психикалық күйлер. Әрбір тәжірибе табыс әкеледі. Қолыңызда бар нәрсеге риза болыңыз, сонда сізде көбірек болады. Жалғыз тиімді психикалық диета бұл жағымсыз ойлардан бас тарту. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Көркем мінез каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңді тану және өзгерту ешқашан кеш емес.